Қосымша құн салығы өскен кезде бизнестің шын мінезі көрінеді дейді. Тағы да бір қымбаттап кетуі ол нарықтағы бағаның қадағалаудың әлсіздігі. Осылардың барлығында айналып келген кезде қосымша құн салығының нақты өскен айырмасы емес, алып-сатарлардың үлестерінің жоғары болып кетуіне тікелей байланысты. Байда кедей де бірдей ставка төлейді. Әділдік мәселесі қалай шешілуі тиіс? Қарапайым халықтың көп тұтынатын тауарларына басқаларға қараған кезде бір жеңілдетілген ставканы қолдану, салықты төлемеудің жолдарын қарастырамыз. Біз салықты төлемеу үшін шығындарды көбейтеміз. Сәлем достар, эфирде Адал толк. Бүгін біз халық арасында біраз талқыға түскен қосымша құн салығы мәселесін талқыламақпыз. Бізбен бірге байланыста экономист Бауыржан Ысқақов. Бауыржан аға, жалпы қосымша құн салығы мөлшерінің өзгеруі тек салық туралы шешім бе, әлде экономиканың қай бағытпен бара жатқанын көрсететін сигнал деп қабылдау керек пе? Дұрыс айтасыз. Жалпы мынау қосылған құн салығының 12%-дан 16%-ға өсу туралы шешімі бұл енді негізінен бұл фискалдық бір бағытты шешім деп айтуға болмайды. Өйткені осы жалпы әлемдік тәжірибеде, оның ішінде Қазақстанда да қосылған құн салығының ставкасын өзгерту бұл мемлекеттің қандай бағытта дамуы қажет екендігін анықтайтын бір құрал ретінде де айтуға болады. Яғни осы қосылған құн салығын өсіре отырып, мемлекет осы алдағы уақытта қысқа мерзімде бір экономикалық, қаржылық тиімділік алуды алдыға тартып отыр деп айтуға болады. Бұған қандай себептер әсер етіп отыр? Бірінші кезекте әрине бұл біздің әлі де шикізатымыздың, яғни біздің мұнайымыздың, теміріміздің бағаларының құбылмалы болып отырғандығы. Одан кейінгі білесіздер, мынау бізде әлеуметтік шығынның дәрежесі өте жоғары. Жалпы біздің бюджеттік шығындардың ішіндегі әлеуметтік бағыттағы шығындардың үлесі жыл өткен сайын артып келе жатыр. Яғни бұл да осы қосылған құн салығының ставкасының жоғарылауына да әсер етті. Сонымен қатар жалпы бұл осы экономикадағы ішкі резервтердің қысылуы, яғни оны әртүрлі жолдармен бақылауда ұстаудың қажеттілігі туындаған кезде болған дүние. Яғни қосылған құн салығы бұл біздегі болып жатқан экономикалық реформалардың заңды жалғасы деп айтуға болады. Түсінікті. Жалпы қосымша құн салығы өскен кезде бизнестің шын мінезі көрінеді дейді. Бірі бағаны көтереді, бірі тиімділік іздейді. Біздің нарық қай жолды таңдап жатыр? Дұрыс айтасыз. Жалпы осы мынау қосымша құн салығының өсуі кезінде бұл әртүрлі жағдайлар, факторлар әсерін тигізеді. Жалпы егерде теориялық тұрғыда айтатын болсақ, бұл жерде екі жолы бар. Біріншісі бағаны көтеру арқылы, екіншіден ішкі тиімділікті арттыру. Енді Қазақстанның тәжірибесінде осы бірінші жолы жақын деп айтуға болады. Яғни неге деген сұраққа жауап беретін болсақ, осы арқылы біз бәсеке, яғни шектеулігін арттыруға мүмкіндік аламыз. Одан кейін жалпы бізде көлеңкелі экономиканың да әлі де атрибуттары бар. Одан кейінгі мынау көп бизнестер үшін маржаның оңай жолмен қалыптасу факторлары жүзеге асырылып отыр. Яғни осы тұрғыдан алған кезде осы қосымша құн салығының бағаны көтеру арқылы шешу, осы жаңағы мәселелерді шешудің жолдары қарастырылу керек. Неге өйткені мысалға бағана біз айтып өткендегідей бәсеке шектеулі. Яғни біздегі осы жаңағы факторлардың әсерін тигізіп отырған ол біздегі мынау импортқа тәуелділігіміз деп айтып отырмыз. Екіншіден, осы бір шараға барудың, осы бір жолғы таңдаудың тағы да бір жол бізде көлеңкелі экономикада үлесі жоғары. Яғни осының да алдын алуға бұл бір өздік мүмкіндік беретін жағдай. Яғни мемлекет ішкі бәсекелестік ортаны қалыптастырғаннан гөрі осы бағаны көтеру арқылы жаңаға көтерілген мәселелерді шешуге мүмкіндік алып отыр. Бауыржан аға, қосымша құн салық мәселесі үнемі бағаға әсер ететін баршамыз білеміз. Бірақ біз бағаның өсуін үнемі осы қосымша құн салығының көтерілуімен байланыстырып үйреніп қалғанбыз. Баға өсімінің қай бөлігі расында осы салыққа байланысты, ал қай бөлігі алып-сатарлыққа байланысты деп ойлайсыз? Бұлай логикалық тұрғыда айтатын болсақ, мысалға ставка бізде 12%-дан 16%-ға дейін өсті. Енді негізінен логикалық түрде әрі кеткен кезде 8-10%-ға ғана қымбаттауы керек. Яғни ставканың өсуі
ол жаңағы осы қосымша құн салығын төлеушілерге осылай ғана әсерін тигізу керек. Бірақ та іс жүзінде, жалпы тәжірибе жүзінде ол көбінесе мынандай жағдаймен қарастырылады. Яғни оның нарықтағы қоса өсуі келесі бір факторлардың әсеріне қымбаттап жатады. Ол әртүрлі мынау күтулер деп айтамыз. Мынау инфляциялық күтулер, яғни инфляциялық давление деген түсінік бар. Яғни елдің барлығында бір ставка өсті деп, соған қоса өздерінің де психологиялық жаңағындай бір салықты мен көп төлеп қоям деп сатушыларда бағаны жаңағы тек қана қосылған құнның арасындағы айырмасы емес, жаңағы алдындағы ставка мен одан кейінгі ставка, оған да қоса тағы да қосып отыратын жағдайлар бар. Одан кейінгі бұл жерде делдалдардың да тізбектері бар. Неге? Өйткені мысалға бір ғана қарапайым мысалмен айтып берейін сіздерге түсіндіргенше. Мысалға бір адам ұн шығарумен айналысады, ұн шығарумен айналысады. Ол ұн шығарған кезде оны мысалға 1000 теңгеге сатады. Яғни осы жерде сол 1000 теңгеге қосылған құн салығы төленеді. Енді оны жаңағы наубайханаға әкеліп, ол ұннан нан шығарған кезде оны 1500 теңгеден сатады. Яғни жаңағы қосылған 500 теңге бар емес па? Сол 500 теңгеге қосылған құн салығы салынады. Енді оны жаңағы наубайханадан шыққан нанды дүкенге әкеліп біз тағы да үстіне 500 теңге қосып 2000 теңгеден сатамыз мысалға. Сол уақытта жаңағы айырмаға ғана 500 теңгеге қосылған құн салығы салынады. Бірақ та ең соңғы тұтынушы қарапайым халық сол 2000 теңгеге салынған қосылған құн салығын төлейді. Яғни осындай бір факторлардың әсерімен көптеген азаматтар жаңағы делдалдардың қызметтерін көрсететіндерде осы жерде бағаны көтеріп жібереді. Яғни біздің мынау өзіңіздің қойған сұрағыңызға байланысты алып сатарлардың қоятын салығы бір бөлек болатын болса, екіншіден жаңағы мемлекеттің өзінің қойған ставкасы бір бөлек болады. Осыны біз ескеруіміз керек. Одан кейінгі мынау тағы да бір қымбаттап кетуі, ол нарықтағы бағаның қадағалаудың әлсіздігі. Неге мысалға президент жыл өткен сайын осы бақылауды күшейтіңдер, жергілікті атқарушы органдары, одан кейінгі бағаның заңсыз, негізсіз өсіп кетуінің алдын алуда деген тапсырма қояды. Өйткені осы жерде де біз егер мемлекет бекітілген сомаға байланысты бағаны қадағаламайтын болса, онда тағы да негізсіз көтеріліп кетулердің алды болады. Яғни алып сатарлардың осы жерде ұтып кететін жағдайлары бар. Одан кейінгі мынау салықты сылтау етіп, яғни біз салық төлеп жатырмыз деген сияқты бір сондай бір феномен дегендей болады. Міне осы жағдайларда да бағалар қымбаттайды. Міне осылардың барлығында айналып келген кезде қосымша құн салығының нақты өскен айырмасы емес, алып сатарлардың үлестерінің жоғары болып кетуіне тікелей байланысты. Жалпы қосымша құн салық мәселесі әлеуметтік жағынан салмақты салық болып табылады. Байда кедей де бірдей ставка төлейді. Әділдік мәселесі қалай шешілуі тиіс? Ставканы саралау ма, жеңілдіктер ме, әлде мүлдем басқаша шешімдер қабылдау керек пе? Негізін айтатын болсақ, бұл қосымша құн салығы бұл регрессивті салықтардың түріне жатады. Неге? Өйткені бұл жерде бай да кедей де бірдей төлейді. Яғни мысалға прогрессивті бізде мынау жеке табыс салығы бар. Ол жерде мысалға егер де сенің жалақың 3 миллион теңгенің маңайында болатын болса, мысалға саған 15% салық төлеу керек болады. Егер де сен одан төмен болатын болса, 10% қабылданған деген сияқты. Ал бұл жерде сенің жағдайың ауыр ма, жағдайың қиын ба, немесе жағдайың жақсы ма, оған қарамайды. Яғни бұл жерде осы мынау регрессивті элементі бар. Одан кейін бұның тағы да бір үлкен қиыншылығы, бұл қарапайым азаматтарға, яғни төлем қабілеттілігі төмен азаматтарға ауыр тиетін факторлары бар. Одан кейінгі жалпы мынау осы бір мәселені шешу үшін жалпы әлемдік тәжірибеде мынандай бір жолдары бар. Яғни сараланған ставканы қою деген сияқты. Мысалға азаматтар өздерінің қаражаттары қайда кетеді? Мысалға көбінесе дәрі-дәрмекке дейміз. Одан кейінгі мынау азық түлікке, яғни осы бір жерлерде қарапайым халықтың көп тұтынатын тауарларына басқаларға қараған кезде бір жеңілдетілген ставканы қолдану. Одан кейінгі мынау әртүрлі әлеуметтік трансферттер арқылы компенсация жасау. Яғни салықтарды алып, оны қайтару деген сияқты бір жолдары болады. Осыларды біз жолға қоюымыз керек. Одан кейінгі прогрессивті табыс салығын да осы жерде біз келтіруіміз керек. Яғни қосымша құн салығы тұрақты ставка болып қала береді, бірақ та жаңағы жағдайы жоғары азаматтарға
оның осы жерде төлемдері де жоғары болу керек деген сияқты. Яғни сараланған, яғни дифференциация жасалынған ставканы қоятын болсақ, бұның өзінің нәтижесі болады. Осы қосымша құн салық реформасы мәселесіне 5-10 жылдан кейін қарап отырмыз деп есептейік. Қай жағдайда бұл дұрыс қадам болды деп айтамыз? Қандай мәселені оң нәтиже болды деп санаймыз? Енді әр нәрсе әрине өзінің нәтижесімен бағалануы керек. Егер де осы қазір көтерілген 16%-ық ставка қосымша құн салығы нәтижелі болды деп айтатын болсақ, мен кейін бір 5 жылдан деп айтайықшы, 10 жылға бармай қояйық, 5 жылдан кейін егер де біздің бюджеттің салық салынатын базасы артатын болса, мен айтар едім, өйткені мысалға білесіздер, біздің бюджеттің 1 жылдық шығындарының көлемі бұл 25 триллион теңгеден асып отыр, ал біздің бюджетке түсетін түсімдердің үлесі көлемі әрі кеткен кезде 15 триллион. Бізде яғни бюджеттік дефицит 10 триллион теңгенің шамасында. Егер де біз осы бюджеттік дефицитті алдағы 5 жылдың көлемінде жақсы жабылатын болсақ, кем деген кезде теңестіре алатын болсақ, яғни біздің бюджетіміздің шығыны кірісіден асып кетпейтін жағдай болатын болса, мен осы қосылған құн салығында жасалынған реформаны нәтижелі болды деп айтар едім. Екіншіден, шағын және орта бизнестің саны қысқармай керісінше өсетін болса, яғни бизнеспен айналысам деуші азаматтардың саны қазір мысалға әртүрлі жағдай жасалынып жатыр ғой. Салықтық, несиелік, әкімшілік, бюрократиялық жаңағындай қысымдарды азайтуға байланысты. Яғни осының нәтижесінде біздегі шағын және орта бизнес субъектілерінің саны артатын болса, одан кейінгі мынау өндірістегі бизнестің үлесі артатын болса, біздің економикамыз әлі күнге дейін қызмет көрсетуші немесе сырттан сатып алатын тауарларды қамтамасыз етуші мемлекет екенімізді біз ашық айтуымыз керек. Ал егер де осы қосымша құн салығының реформасының нәтижесінде бізде өндірістік бизнес, яғни өнімді өндіретін, дайын өнім шығаратын, шикізаттан гөрі дайын өнімді нарыққа шығаратын және де бәсекеге қабілетті импорт алмастырушылық бағдарламаға сәйкес келетін өнімдер шығатын болса, мен қосымша құн салығының реформасының нәтижелі болғандығын айтар едім. Одан кейінгі мынау әлеуметтік теңсіздіктің болмауы. Бізде мысалға өкінішке орай мемлекеттен жасалып жатқан әлеуметтік қолдау, қорғаудың барлығының көзге көрінбей жатқандығы, біздегі мына инфляцияның жалақыдан алдыға шығып кетуі, біздегі мына коммуналдық шығындардың тағы да басқа да халықтың қалтасына әсерін тигізетін шығындардың біздің жалақымыздың алдына өтіп, біз соны төлеу қабілеттілігімізден айырылып жатқандығымыз бар. Сол үшін жаңағыда бізде әлеуметтік орта деген қалыптасу керек. Әлеуметтік ортаны қалыптастыру үшін ең төменгі жалақыны арттыруымыз керек. Ол кем деген кезде орташа жалақының 3/1 бөлігі болу керек. Мысалға бізде орташа жалақы 390-400 мың теңге болатын болса, ең төменгі жалақының үлесі бұл 120-130 мың теңгенің шамасында болу керек. Әлемдік тәжірибеде солай, яғни 3/1. Ал мен айтар едім, біздегі орташа жалақы қазіргіде 370-380 емес, 700-800 миллион теңгенің шамасына жету керек. Яғни азаматтардың шығындары, яғни коммуналдық, несиесі бар, азық түлігі бар, басқа да шығындары оның табысының 50%-дан аспауы керек. Егер де біз осы бір норманы халықтың, яғни 60-70%-на енгізуге мүмкіндік берілетін болсақ, онда әлеуметтік теңсіздікті де біз шеше аламыз. Одан кейінгі мынау салық жүйесіне деген сенімнің артуы. Білесіздер, кеше ғана президент өзінің мына Түркістан газетіне берген баяндамасында осы салық мәдениетіне қатысты да біраз мәселені көтерді. Бізде әлі де салыққа деген сенімділіктің төмендігі, ол қайдан туындап отыр? Ол өзімізден басталып отыр негізінде. Біз әлі күнге дейін салықты төлемеудің жолдарын қарастырамыз. Біз салықты төлемеу үшін шығындарды көбейтеміз. Біз әртүрлі кәсіпорындарды ашып тастап, яғни салықты әртараптандырып тастаймыз да, сөйтіп ең соңғы төлейтін уақытта ең минималды төлеммен төлеуге. Ал ол өз айналып келген кезде жаңағындай мемлекеттің басқа да инфрақұрылымдарының қаражатының жетіспеушілігіне әкеліп отыр. Яғни салықтық мәдениетті қалыптастыру үшін де біз осы өзімізден бастауымыз керек. Екіншіден, осы мемлекеттен көрсетілетін әртүрлі инфрақұрылымдық басқа да қолдауларды қолға алуымыз керек. Яғни бір осы жүйелерді егер де біз осы 4-5 жылдың көлемінде бір бағытқа қоя алатын болсақ,
онда қосымша құн салығы өзінің миссиясын орындады деп мен айтар едім. Қосымша құн салығының өзгеруі кәсіпкерлерді қандай шешімге итермелейді? Қысқарту ма, оптимизация ма, цифрлану ма, әлде бірігу ме? Өзіңіз бұл мәселеде қандай тенденцияны байқайсыз? Әрбір осы салықтық реформа, оның ішінде салық ставкаларының өсуі, бұл енді кәсіпкерлерге тікелей әсерін тигізеді. Мен оны 3 түрлі уақытпен байланыстыра алар едім. Қысқа мерзімді, орта мерзімді және де ұзақ мерзімді деп. Мысалға, қысқа мерзімді болатын кезде әрине кәсіпкерлер өздерінің шығындарын азайтуға тырысады. Яғни шығындарын азайту дегеніміз ол әртүрлі қосымша шығындар, мысалға жаңағы оптимизация жасау мүмкін, өзінің қызметкерлерінің санын азайту мүмкін, немесе жаңағындай бір қосымша технологияларды енгізу арқылы басқа да шығындардың көздерін азайтуға. Одан кейін әрине ол бағаны көтереді. Яғни ставканың өсуі ол бағаға тікелей әсерін тигізгендіктен ең соң тұтынушыға қатты әсерін тигізсе де кәсіпкерлер бағаны көтеруге тырысады. Бұл қысқа мерзімде болатын кәсіпкерлердің шарасы деп айта едім. Екіншісінде орта мерзімде олар қандай жағдайға бару керек? Әрине олар өздерінің бизнестерін цифрландырылады. Яғни цифрмен басқару, сол арқылы жалпы әртүрлі шығындарды басқару, өндіріс циклін қолға алу, көзбен көріп отырып жаңағыдай тиімді басқару деген сияқты жолдарға барады. Одан кейінгі мынау өздеріндегі бухгалтерия жұмыстарын дұрыс жолға қояды деп айтар едім. Яғни мынау біз енді мынау өркениетті елдің салық жүйесіне көшіп жатырмыз. Оның ішінде көлеңкелі экономиканы да азайтуға кетіп жатырмыз. Яғни кәсіпкерлер осы кезде бұрынғыдай қосарланған бухгалтерия ұстау, тағы да басқа бір заңсыз жолдардың тиімсіз екендігі, оларға салынатын айыппұлдардың да жоғары екендігін ескеріп, өздерінің бухгалтериясын тағы да басқа салықтық жалтаруларды да қысқартады деп айтар едім. Одан кейінгі мына бизнес процестерді де оңтайландыруға кіріседі. Яғни арадағы байланыстар, мемлекетпен арадағы B2B дейміз мысалға, екі кәсіпорындардың арасындағы байланыстарды да оңтайландыруға тікелей әсерін тигізеді. Одан кейінгі үшінші, енді ол ұзақ мерзім кезінде көбінесе мен былай деп айтар едім, енді өздерінің қорларын, қаражаттарын сақтап қалу үшін консолидациялық, яғни бірігу жолдарында болуы мүмкін. Егер де олар бір нарықта бәсекелестік қызмет жасайтын болса, келесі жолы осындай бір реформаларға байланысты біріге отырып қаражаттарын сақтап қалу, екіншіден сол арқылы жалпы бәсекеге қабілетті болу жолдарында қарастырады. Міне осындай факторлар бұл енді жалпы кездеседі деп өзім ойлаймын. Шағын және орта бизнес үшін қосымша құн салығы тежегіш пе, әлде тәртіпке шақыратын құрал ма? Бизнес өсуі мен салық жүктемесінің тепе-теңдігін қайдан табамыз? Қосымша құн салығын біз шағын және орта бизнес үшін бір тежегіш құрал деп айтуға келіңкіремейді негізінен. Егер де ол тежегіш құралы болып кететін болса, ол бірінші кезекте салықтық әкімшіліктендірудің дұрыс жасалмағандығынан деп айтуға болады. Яғни салықтық әкімшіліктендіру дегеніміз жалпы кәсіпорындардың салық төлеу кезіндегі жеңілдігі, олардың есептілігін өткізудегі, төлеудегі жұмыстары жеңіл болатын болса, онда қосымша құн салығы бұл жерде тежегіш болмайды. Ал егер де бұл қарапайым әрі жаңағындай салық төлеушілер үшін ыңғайлы болатын болса, керісінше бұл олардың жұмыс істеулеріне де тікелей әсерін, жақсы әсерін тигізетін фактор болып табылады. Енді мынау бір нәрсені біз ескеруіміз керек, шағын және орта бизнеске осы біз ставканы көтеру арқылы осы қосымша құн салығын енгізіп жатырмыз. Бұл жерде біз олардың жалпы мынау қызмет ету спецификасында ескеруіміз керек. Яғни кейбір кәсіпорындар бар, олар өте үлкен бәсекелестік жағдайда қызмет жасайды. Ол өңірлерде болуы мүмкін, ол шекаралас аймақтарда болуы мүмкін, сол басқа мемлекеттермен бәсеке кезінде қиыншылыққа ұшырауы мүмкін. Ол жерлерде біз оларға арналған жеке бір ережелерді қалыптастыруымыз керек. Ал үлкен қалаларда, мегаполистарда мысалға олардың қандай да бір тежегіш болуы да немесе бір қиындық тудыратында факторлар жоқ, егер де мемлекет салықтық әкімшіліктендіруді дұрыс жолға қоятын болса. Қосымша құн салық реформасы мемлекеттік корпорация мен ірі шетелдік инвесторлар үшін қандай сигнал береді? Үлкен рынок, әлде жоғары тәуекел? Қай тарап көбірек ұтады деп ойлайсыз? Ірі шетелдік біздің инвесторларымыз үшін жалпы мемлекеттегі әртүрлі фискалдық саясаттың өзгеруі, мысалы ставкалардың құбылмалылығы
ол тікелей оларға қатысы бар деп айта алмаймын, бірақ та олар үшін ең маңызды сигналдар ол келесілер деп айтуға болады. Бірінші кезекте бұл бюджеттің тұрақтылығы. Яғни бюджеттің тұрақтылығы дегеніміз ол бағана мен айтып өткендегідей біздегі бюджетке түсетін түсімдердің тұрақтылығы. Біз егерде мына қосымша құн салығын өсіру арқылы және де ол керісінше эффект беріп көптеген кәсіпорындар банкротқа ұшырап қалатын болса, сол нәтижесінде біз күтіп отырған күтулерден гөрі түсімдердің саны азайып, шығындар көбейіп кететін болса, бұл шетелдік инвесторлар үшін жағымсыз хабар болып есептелінеді. Өйткені шетелдік инвесторлар мемлекетке инвестиция салу кезінде олардың қарайтын, бақылайтын факторлары бар. Соның біріншісі бұл бюджеттің тұрақтылығы. Яғни түсім тұрақты болатын болса, инвесторлардың да көңіл күйі жақсы болады. Екіншіден, мемлекеттің өзінің міндеттемелерін орындаудағы мүмкіндіктері. Екіншісі әрине ол сол жаңағы айтып өткендегідей мемлекеттік төлемдердің тұрақты болуымен тікелей байланысты. Яғни бұл да инвесторлардың көңіл күйіне тікелей әсерін тигізеді. Сосын енді салық саясатында жиі өзгеруі. Біз енді биыл үлкен реформа арқылы салықтық саясаттың салық салынатын базаның артуы үшін мысалға осы қосымша құн салығын өсірдік қой. Енді келесі жылы біз егерде тағы да бір ставкаларды өсіріп жіберетін болсақ, бұл да инвесторлар үшін үлкен бір сигнал болып табылады. Одан кейін тұтыну нарығындағы қысқару, яғни халықтың тұтынушылық қабілеттілігі, олардың тұтынушылық мүмкіндіктері азаятын болса да, бұл инвесторлар үшін кері әсерін тигізеді. Енді жалпы алған кезде осы қосымша құн салығының ставкасының өсуінен кім ұтады деп айтатын болсақ, бұл ірі жүйелі бизнесі бар кәсіпорындар ұтады. Одан кейінгі мемлекеттік корпорациялар ұтады. Ал кімдерге бұл үлкен тәуекел деп айтатын болсақ, бұл жерде жаңағындай ішкі нарыққа жұмыс істейтін шағын және орта бизнес. Яғни сыртқы импортқа басқа елге шикізат тасымалдағаннан көрі ішкі нарықтың сұранысын қанағаттандыратындай кәсіппен айналысатындарға бұл тәуекелі бар. Өйткені жаңағы ең соңғы тұтынушы болып табылатында біздің өзіміздің қазақстандық азаматтар, және соны өндіретінде егерде қазақстандық кәсіпорындар болатын болса, біреуі салықты төлеп тәуекелге түседі, екіншісі салықты жаңағындай сатып алу арқылы тауарды төлеу кезінде болатын жағдай. Одан кейінгі енді үшіншісі бұл тұтынушылық сектор деп айтамыз, яғни жаңағы қызмет көрсетулері мен тауарларды толық тұтынатын, яғни біздің тауар сатып алған кезде қосымша құн салығымен деген жазуы бар түбіртекті алатын азаматтардың барлығында ол тәуекел болып табылады. Бірақ та тағы да айтар едім, жалпы салық реформасының негізгі мақсаты бұл халықтың төлем қабілеттілігін төмендету емес, шағын және орта бизнестің санын қысқарту емес, керісінше ставканы көтере отырып біз көлеңкелі экономиканың алдын алуымыз керек. Екіншіден, жалпы мынау салық салынатын базаны арттыруымыз керек. Сол арқылы мемлекеттің осы әлеуметтік инклюзивті дамуын жалғастыруымыз керек те. Салық кодексіндегі екінші бір жақсы қыры бұл мынау импорт алмастырушылық пен айналысам деушілерге, одан кейін дайын өнімді шығарам деушілерге жасалынып жатқан жеңілдіктерін де қоса беріп отыр. Яғни бұл жерде біз бір жақты ғана қарамауымыз керек. Айналып келген кезде бұдан ірі бизнесте, шағын және орта бизнесте, шағын бизнесте пайда табу керек. Түсінікті Бауыржан аға, сұхбатыңызға көп рахмет. Қосымша құн салық реформасы жалпы елімізге оңтайлы өзгерістер алып келеді деп сенеміз. Құрметті көрермендер, бұл мәселеге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды пікірге жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.